Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз аспан сферасы және оның негізгі элементтеріне тоқталатын боламыз. Аспан сферасы бұл жалпы центрі бақылаушыда орналасқан, кез келген радиуспен алынған, жорамал, яғни анықталмаған бір сфералық бет. Яғни аспан денелері бұл аспан сферасына проекцияланды жалпы түрде. Енді жер бетінің бір O нүктесінде аспан сферасының центрі, яғни бақылаушы орналассын деп қарастырамыз бұл O нүктесін. Енді горизонталь бұл координаталар жүйесінің негізгі элементтеріне тік сызық және оған перпендикуляр орналасқан жазықтық болып табылады екен. Тік сызық деген тік сызық бұл бақылаушы нүктесі арқылы өтетін түзуді айтады екенбіз. Міне көріп отырғандарыңыздай, ал математикалық көкжиек немесе кітапта горизонт деп те атайды. Бұл тік сызыққа перпендикуляр, аспан сферасымен қиылысатын аспан сферасының үлкен шеңбері, міне көріп отырғандарыңыздай. Ал енді зенит және надир нүктелеріне тоқталай өтейік. Бұл зенит нүктесі міне мынау математикалық көкжиектен жоғары аспан сферасының мынау тік сызықпен қиылысатын нүктесі, көріп отырғандарыңыздай. Тиісінше надир бұл математикалық көкжиектің астындағы аспан сферасымен тік сызықпен қиылысатын нүктесі болып табылады екен. М шырақ, яғни М нүктесін бір шырақ деп алайық. Ол аспан сферасында байқалатын, яғни кез келген аспан денесі болып табылуы мүмкін, яғни шырақ немесе жұлдыз деп те атауымызға болады. Енді бұл шырақ деп айтып жатыр. Ол шырақтың биіктігі зенит және надир арқылы өтетін аспан сферасының үлкен бір жарты шеңбері деп қарастырылады екенбіз. Бұл шеңберді шырақтың биіктігін. Бұдан кейін тоқталатын дүние бұл аль-мукантарат, таныс емес аты өзгеше, яғни аль-мукантарат бұл М шырақ арқылы өтетін және математикалық көкжиекке параллель орналасқан аспан сферасының үстіңгі бөлігінің бір кіші шеңбері деп айтамыз. Бірақ аспан сферасының ерекше қасиеті бойынша жер осіне параллель дүние осі деп аталатын бір диаметр, P1 штрих диаметрі айналасында көрінетін сияқты көрінеді. Яғни дүние осі бұл аспан сферасының диаметрі қарама-қарсы екі нүктеде қияды. Міне көріп отырғандай P және P штрихі P солтүстік дүние осі, ал P штрих оңтүстік дүние осі. Бұл екі дүние полюсі жер осінің созындысынан аспан сферасының қиылысу нүктесі болғандықтан тәуліктік айналысуға қатысады. Енді дүниенің солтүстік және оңтүстік полюстері бұл дүние осінің аспан сферасының қиылысу нүктелері ғой. Яғни дүниенің солтүстік полюсіне жақын орналасқан полярлық жұлдыз болса, ал дүниенің оңтүстік полюсіне жақын жерде жарық жұлдыздар мүлдем жоқ десек те болады. Енді аспан сферасының айналуы жердің тәуліктік айналуы салдарынан болып табылады. Ол дүниенің солтүстік полюсінен қараған кезде сағат тілімен бірдей жүреді екен балалар. Енді аспан экваторы бұл аспан экватор дүние осіне перпендикуляр аспан сферасының бір үлкен бір шеңбері деп қарастырамыз ғой. Енді еңістік дөңгелегі деген дүние бар да, бұл бағанағы полюстер және бақыланатын шырақ бар ғой. Қандай да бір шырақты алатын болсақ, сол шырақ арқылы өтетін аспан сферасының үлкен бір дөңгелегі екен. Аспан параллелі бұл шырақтан өтетін және аспан экваторына параллель орналасқан аспан сферасының шағын шеңбері. Яғни параллель орналасқан сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Аспан меридианы деген ұғым ол зенит, надир нүктелері және дүние осьтері арқылы өтетін аспан сферасының үлкен шеңбері балалар. Енді біз нүктелерді қарастырайық. Солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс деген нүктелер таныс шығар. Дәл сол сияқты солтүстік, оңтүстік нүктелері бұл аспан меридианының математикалық көкжиекпен қиылысу нүктелері болып табылады. Ал батыс, шығыс нүктелеріне ол математикалық көкжиек пен аспан экваторының қиылысу нүктелері. Және тағы да жоғарғы төменгі нүктелер бар. Ол жоғарғы төменгі нүктелер аспан меридианы мен аспан экваторының қиылысу нүктелері болып табылады екен. Және тағы да бір қарастыратын маңызды элемент ол талтүстік сызық деп аталады. Талтүстік сызық ол солтүстік және оңтүстік нүктелерді қосатын бір түзу. Түскі уақытта денелердің көлеңкесі осы сызықтың бойында жатады екен.